Саяхаттау арман емес, ол әркімнің қолынан келетін өмірдің ең тамаша сыйы. Бірақ көп адамда бір ой мазалайды. Бюджетім жетпейді, саяхат қымбат нәрсе ғой деген сияқты. Ал егер мен сізге әлемде ең қолжетімді, арзан әрі әдемі елдер бар екенін айтсам ше. Бүгін сіздермен бірге саяхаттауға ең тиімді 10 елді қарастырамыз. Соңына дейін көріңіз, сіз ойламаған елдер тізімге енген болуы мүмкін. Ең бірінші Түркия. Қазақстандықтар үшін ең қолжетімді бағыттардың бірі Түркия. Арзан, әуе рейстері, қонақ үйлері, теңіз жағалауы, тарихи қалалары бар. Каппадокиядағы әуе шарлары немесе Стамбулдағы Айя София көру шетелдік саяхаттың ең керемет бастамасы. Екінші бізде Грузия. Грузия қонақжайлылық пен дәмді тағамның отаны. Хачапури мен Хинкалиден бастап тау қыраттары мен шарап мәдениеті бар. Бұл елге виза да қажет емес, бағасы да қолжетімді. Үшінші Қырғызстан. Көршілес ел болғандықтан жол шығыны аз. Ыстық көлдің жағасында демалу Европадағы курорттардан еш кем емес. Таулары, табиғаты, таза ауасы бәрі бюджетке сай. Төртінші Вьетнам. Азиядағы ең арзан бағыттардың бірі. Мұнда қонақ үй, тамақ, көлік бәрі арзан. Сонымен қатар Вьетнам табиғаты ерекше. Қалың шығанағы, жағажайлар, түрлі көше тағамдары саяхатшы үшін нағыз жұмақ. Индонезия, Бали. Бали қымбат көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде бұл жерге де қолжетімді бағаға баруға болады. Мопед жалдап қонақ үйдің орнына гест хаус таңдасаңыз арман аралында өмір сүргендей боласыз. Алтыншы Египет. Пирамидаларды көру көпшіліктің арманы. Қызыл теңізде демалу, тарихи ескерткіштерді тамашалау, бағасы қолжетімді әрі сапасы жақсы. Жетінші бізде Үндістан. Үндістан ең арзан елдердің бірі. Бірақ мұнда тек ақша үнемдемей, рухани саяхат жасауға болады. Тадж-Махал, Гоа жағажайлары, йога мәдениеті бәрі сізді күтеді. Сегізінші Моңғолия. Табиғаты Қазақстанға ұқсас болғанымен өзіндік ерекшелігі бар. Ұлан-Батыр, дала мәдениеті, көшпенді өмір салтын сезіну ерекше саяхат іздегендерге қолайлы. Тоғызыншы Таиланд. Азиядағы ең танымал әрі қолжетімді ел. Пхукет, Паттайя, Бангкок, арзан қонақ үйлер, көше тағамдары, жағажай өмірі барлығы тартады. Сондықтан бұл ел саяхатшылардың сүйіктісіне айналған. 10-шы Әзербайжан. Баку заманауи архитектурасы бар қала. Ал елдің қалған бөлігі табиғатқа толы. Бағасы да аса қымбат емес, виза рәсімдеу оңай. Көріп отырғандарыңыздай саяхат үшін миллиондаған ақша қажет емес. Тек дұрыс бағытты таңдап, жоспар құру жеткілікті. Бұл елдер сізге жаңа мәдениет, жаңа дәм, жаңа достар сыйлайды. Ендеше қай елге барғыңыз келіп тұр? Комментарийға жазып қалдырыңыз. Ал бізбен бірге әлемді аралап, жаңа видеоларды көру үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз.